Тағы да ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне әкімшілік сот жаңа ғана процесс басталды. Менен сұрады, неге қандай сөзді айттың? Мен айттым. Қазақ тілінде құю деген, құйылу деген сөз ешқандай андай заңды бұзатын сөз емес, әдеби сөз. Сот мен айтып қазақ тілінде болсын, мемлекеттік тілде, сот қазақ тілінде болып жатыр. Қазір Әскербек ағамызды қосылды осы неге сотқа. Бірақ оны істің құжаттарын көрген жоқ. Сол үшін қазір құжаттарды көруге, танысуға 1 сағат берді. Оған 5-ке дейін, 5-те жалғасады сот. Сол достарым, барлықтарыңызға рахмет мені қолдаған үшін. Енді сот дұрыс шешім қабылдайды деп ойлаймын. Мына жерде бейне жазбаны жүргізуге маған тыйым салынды. Прокурор айтты, қарсымын деп, сол үшін маған тыйым салынды, болмайды деді. Хотя мен білем, мысалы заң бойынша ашық сотты тікелей эфирді жүргізуге, мысалы әлде бейне жазбаны жүргізуге, сосын оны әлеуметтік желіге салуға болады деп, бірақ маған айтты болмайды. Білмеймін. Сол достарым, 1 сағаттан кейін жалғасады. Сол достар, рахмет. Байланыса болайық, аман болайық.